Кеш жарық, қалайсыздар? Жас үлкен оқырмандарыма сәлем бердім. Жағдайларыңыз қалай? Нағыз жоқ болып кетті деп жатыр екенсіздер. Міне бүгін мамаға әдемі өзім тағып жүрген бір үлгіні салып жіберейін деп жатыр. Мама тойға барайын деп жатыр. Мен бармайтын болдым, балапандар ауырып қап. Сол маманың өзін жіберейін деп жатырмын. Иә, мама? Иә. Кеш жарық, қалайсыздар? Назымның оқырмандары. Қызым, мама үйге кел. Өзім киіндіріп, бір орамал үлгісін тағып бер, жіберем тойға дегесін келдім үйіне. Сол енді орамал үлгісін салып жатыр. Өзінің бұрын тағып жүрген орамал үлгілерін. Иә, мені қараңыздар, мен тағып жүрген орамал үлгісі. Мынау сырғымайды да, артқа қарап не істей беріңіз, тұра беріңіз. Сырғымайды да, бастан түспейді де, алдында екен мамаға тойға баратын кезде салып берген. Мама билеген кезде де шашылмай тұрды ма? Ұзағынан. Егер түсіп кетеді деп қорқысаңыздар, болмаса шарфтарыңыз сырғанақ болса, онда чүрек қадап аласыздар ғой. Ал мынандай сырғанақ емес шарф болса, онда түсіп қалады деп қорықпаңыздар, түспейді да. Мама да мен сияқты қорқады чүрек таққаннан. Кіріп кете ма деп. Иә, мама? Мынандай бір шетін әдемі қылып бүйтіп түсіріп қойсаңыздар, осы немен әдемі кетеді. Сонымен дайын тойға баратын үлгіміз. Вот, артын бүйтіп қоям.